Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Қазақ әдебиеті сабағын бастайық. Бүгін біз көркем әдебиет және эпикалық сарын бөлімі бойынша Шәкәрім Құдайбердіұлының еңлік кебек дастанымен таныс боламыз. Біздің сабағымыздың мақсаты композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Осы мақсат бойынша тапсырмалар орындап, сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы кім деген сұраққа жауап бере отырып, мына көрсетілген кластерді толтырайық. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын. Ол ұлы Абайдың немере інісі әрі шәкірті болған. Жастарға жастық туралы насихат, сәнқойлар, тағы да басқа көптеген өлеңдері бар. Шәкәрім Құдайбердіұлы ойшыл. Оның шығармаларында әлеуметтік жағдайлар, қоғам болмысы айқын суреттелген, оқырманға терең ой тастайды. Ол аудармашы. Шығыс шайырлары шығармаларын, Пушкиннің Боран, Дубровский шығармаларын аударған. Жазушы, тарихшы. Үш анық, мұсылмандық шарты, түрік, қырғыз һәм хандар шежіресі атты еңбектері оның жазушы, тарихшы ретінде танылуына себеп болған. Сонымен қатар Шәкәрім Құдайбердіұлы композитор. Анадан алғаш туғанда, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек, жастық туралы атты әндері композиторлық қабілетінен хабар береді. Олай болса, бүгін біз Шәкәрім Құдайбердіұлының еңлік кебек дастанымен таныс боламыз. Еңлік кебек екі жастың махаббатын жыр ететін шығарма. Еңлік пен кебек туралы хикаялар оқиға болған 18 ғасырдан бастап ел арасында кең тараған. Қазіргі таңда еңлік кебек дастанының екі нұсқасы тараған. Оның алғашқысы Шәкәрім Құдайбердіұлының нұсқасы, екіншісі Абайдың баласы Мағауия Абайұлының еңлік кебек шығармасы. Ендеше еңлік кебек шығармасының мазмұнымен таныс болайық. Тобықтыр оның қолбасшысы Тоқтамыс деген кісі болады. Оның артынан ерген Кебек деген есімді інісі бар. Көпшілік ішінде батырлығымен танылған Кебек аузы дуалы Нысан абызды іздеп барып, бал ашуын сұрайды. Қобызын сарнатып, қалшылдап, дірілдеп, Кебектің болашағын болжаған Нысан абыз: ажалың биік қабақ сұрлау қыздан, батырым, ондай жанға көңіл бөлме, деп ескертеді. Абыз сөзін көңіліне алса да, шын сөзіне сенбеген батыр өз жолымен жүре береді. Арада біраз уақыт өткен соң Кебек аң аулап жүріп адасып кетеді. Кешқұрым жолына кезіккен үйге кіреді. Ол Матай ауылына келген екен. Келген үйінде кемпір шал мен қойшы бала отырды. Және бойжетіп отырған еңлік есімді қызы бар еді. Ас ішіп, жөн сұрасқаннан кейін Кебек өзін таныстырады. Кейін осылай кездескен екі жас бір-бірін ұнатып, әдептен озбай сауал салып, сынасып көреді. Екі рулы елдің жер-суға таласып жатқан шағында бір-біріне деген сезімдерінің баянсыз болатынын сезген екі жас уағдалы мерзімде кездесуге уәделеседі. Межелі уақытында кездесіп, мәңгілік бірге болуға серттеседі және бірге қашып кетеді. Бұл уақытта қалың Матай еңліктің кімбен кеткенін іздеп әбігерге түсіп жатқан еді. Еңліктің Кебекке кеткенін түсінген Матай руы тобықтының арасындағы бітіспес жаулық қайта жалғасты. Жартаста тығылып жатқан қос ғашық ұлды болып, соны қызықтап өмір сүріп жатқан еді. Ақыры екеуін тауып алған Найман тобықты адамдары ғашықтарды өлтірмекші болады. Осы тұста еңлік өлер алдында өзінің үш тілегін орындауын сұрайды. Ей жұртым, бір-екі ауыз сөз айтайын, әйтеуір өлтіруің тұр ғой дайын. Өлерде үш тілек бар деуші еді ғой, Құдай үшін берсеңдер мен сұрайын. Кебекпен мені азғана араздастыр, өлген соң бірге қосып таспен бастыр. Мына бала тобықты баласы ғой, мұны өлтірме, Кеңгірбай биге тапсыр, деп өзінің өтінішін айтады. Екі өтініші орындалғанымен, үшінші өтініші сол күйі
орындалмай қалады. Надан жұрттың болады діні қатты, қабекеңе тапсырмай аманатты, шеткі ақшоқы басында қалған бала шырқырап күн батқанша жылап жатты. Осылайша қос ғашықтың махаббаттың құрбаны болған қос ғашық еңлік пен кебек зиратына қазіргі таңда ескерткіш мұнара қойылған. Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Ералы жайлауының шығыс бөлігінде Семей Қарауыл тас жолынан 5 км жерде орналасқан. Ендеше осы дастан бойынша тапсырмалар орындауға кірісейік. Бірінші тапсырма. Шығарманың сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасаңыз. Бағалау критерийі: шығарманы тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Сюжеттік композициялық құрылымы оқиғаның басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісі, шарықтау шегі және шешімі бойынша кезеңдерді құрайды. Осы кезеңдерді анықтаған оқушы 5 балдық жүйемен бағаланады. Төменгі бөлікте дескриптор берілген. Дескрипторға назар аударып, өз-өздеріңізді бағалауларыңызға болады. Ендеше өзіңізді тексеріп көріңіз. Сюжеттік композициялық құрылымы: еңлік кебек дастанның оқиғасының басталуы кебектің нысанабызға бал ашқызуымен басталады. Оқиғаның байланысы: кебектің аңға шығуы, еңлікпен кездесуі. Оқиғаның дамуы: кебек пен еңліктің серттесуі. Оқиғаның шиеленісі: кебектің еңлікті алып қашуы, сәбилерінің дүниеге келуі. Оқиғаның шарықтау шегі: 2 жасқа берілген жаза. Оқиғаның шешімі: қос ғашықтың өлімі. Жауаптарыңыз осымен сәйкес келсе, 5 балдық жүйе бойынша бағаласаңыздар болады. Екінші тапсырма. Дастанда қазақ халқының қандай салт дәстүрлері көрініс тапқан? Сұраққа жауап бере отырып, шығармадағы салт дәстүрлерді анықтап, түсінік беріңіздер. Дескриптор бойынша шығармадан салт дәстүрлерді тауып, қысқаша түсінік берген оқушы 2 балдық жүйемен бағаланады. Олай болса, дастанда кездескен салт дәстүрлерге тоқталып өтейік. 7 атаға дейін қыз алыспау. Халқымыздың 7 атаға дейін қыз алыспайтын игі дәстүрі бар. Бұл қан тазалығымен қоса дүниеге келетін ұрпақтың физиология мен психологиялық жағынан дені сау ұрпақ болуының бірден-бір кепілі. Бастаңғы: әке шешесі үйде жоқта қыз бозбала мал сойып құрбыларын жинайды. Ұрын келу: күйеу жігіт қыздың жеңгелеріне сый-сияпат беріп, айттырған қыздың ауылына жасырын келуі. Барымта: жауласқан екі рудың бірінің бірі мал мүлкін іштен тартып алып, кек қайтаруы. Демек, осы сынды салт дәстүрлер еңлік кебек дастанында кездеседі екен. Өздеріңізді дескрипторға сай бағалаңыздар. Келесі 3-ші тапсырма. Тексеріп көрейік. Яғни бүгінгі алған білімімізді өзіміз тексеріп көрейік. Ең бірінші сұрақ: еңлік кебек дастанның заманауилығы мен жаңашылдығы неде? 4 нұсқаның дұрыс нұсқасын тауып көрейік. А. Дәстүрге бай болуы. Ә. Тарихи тұлғалардың аталуы. Б. Ескі салт дәстүрді бұзу. В. Ата-ана наразылығы. Егер осы сұрақтың жауабын дұрыс табатын болсақ, 1 балл алуға мүмкіндігіміз бар. Ойланып көрейік. Екінші сұрақ. Еңлік кебек дастанның неше нұсқасы бар? А. 2 нұсқасы бар. Ә. 5 нұсқасы бар. Б. 3 нұсқасы бар. Және В. 1 нұсқасы бар. Келесі соңғы 3-ші сұрағымыз: оқиға қандай рулар арасында болды? А. Тобықты, Арғын. Ә. Матай, Найман. Б. Тобықты, Матай. В. Найман, Арғын. Егер осы сұраққа жауап беретін болсақ, 1 балл тағы да қосып алсақ болады. Олай болса, осы 3-ші тапсырманың дұрыс нұсқаларын көрейік. Ең бірінші сұрақтың дұрыс жауабы: еңлік кебек дастанның заманауилығы мен жаңашылдығы ескі салт дәстүрді бұзуында екен. Екінші: еңлік кебек дастанның 2 нұсқасы бар. Үшінші: оқиға Тобықты және Матай рулары арасында болған.
өз жауаптарыңызды сәйкестендіріп, балдарыңызды есептеп отырыңыздар. Сабақтың соңына да келіп жеттік. Ендігі үй тапсырмасы. Дастанның толық нұсқасын оқып, мазмұнын түсіну. Енді бүгінгі сабақ бойынша өзімізге рефлексия жасайық. Ол үшін блоп ағашын пайдаланайық. Суретте берілген блоп ағашы бойынша ең алғашқы сабақтың бастапқы кезеңдегі өзіңізді және сабақтың соңындағы өзіңізді блоп ағашындағы бейнелермен сәйкестендіріңіз. Жауабыңыз толықтыру үшін оң жақтағы қосымша көмекші сөйлемдерді пайдалансаңыз болады. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген үміттемін. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.